Саламатсыздар, оқушылар, қалдарыңыз қалай? Ендеше келесі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы кездейсоқ шамалар және дискретті кездейсоқ шамалар. Оқу мақсаты 10 сынып 3 бөлім 3 бөлімше 3 оқу мақсаты дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу. Бағалау критерийі дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтіміне қолданады. Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі. Анықтама: X кездейсоқ шаманың қабылдай алатын барлық мүмкін мәндері мен оның сәйкес ықтималдықтарының көбейтіндісінің қосындысы дискретті кездейсоқ шамалардың математикалық күтімі деп аталады. Айталық, X кездейсоқ шаманың x1, x2, xn сияқты мәндерін қабылдай алатын болса, олардың сәйкес ықтималдықтарының p1, p2, pn не тең болатын. Ондай X кездейсоқ шамалардың математикалық күтімі былай анықтауға болады. Яғни мәндері мен ықтималдықтарының көбейтінділерінің өзара қосындысы. Егер X дискретті кездейсоқ шамасы санаулы жиынның мүмкін мәндері болса, онда төмендегі формуланы пайдаланамыз. Яғни санаулы мүмкіндікті сандар жиынын алатын болса, төмендегі формуланы пайдаланып есеп шығаруымызға болады. Келесі математикалық күтімнің қасиеттері. Бірінші, тұрақты шаманың математикалық күтімі өзіне тең. Яғни тұрақты шама дегеніміз С. Онда С тұрақты болса, онда өзіне тең болады. Ал келесі, тұрақты көбейткішті математикалық күтімнің алдына шығаруға болады. Яғни бағана тұрақты көбейткішіміз С-ны алдыға шығаруға болады. Келесі, егер кездейсоқ шамалар тәуелсіз болса, онда көбейтіндінің математикалық күтімі көбейткіштердің математикалық күтімінің көбейтіндісіне тең. Яғни екі көбейткіштің өзара көбейтіндінің көбейтіндісіне тең. Ал енді төртіншісі, екі кездейсоқ шаманың қосындысының математикалық күтімі қосылғыштардың математикалық күтімінің қосындысына тең. Яғни жеке қосындысына тең. Қосылғыштардың өзара қосылып барып, одан шыққан шығыны математикалық күтімнің өзара қосындысына тең болады. Келесі дискретті кездейсоқ шамалар. X кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері арқылы бүтін сандар немесе тізбек түрінде жазылса, онда ол дискретті, яғни үзілісті кездейсоқ шама деп аталады. Ал дискретті кездейсоқ шамалар x1, x2, xn сияқты мәндермен және оған сәйкес келетін p1, p2, pn сияқты ықтималдықтарының арасындағы байланысты дискретті кездейсоқ шаманың үлестірілім заңы деп айтылады. Яғни ол кесте, график және аналитикалық түрінде беріледі. Ал келесі кездейсоқ шамалар екі топқа бөлінеді. Дискретті, яғни үзілісті кездейсоқ шамалар және үзіліссіз кездейсоқ шамалар. Ал кездейсоқ шамалар шаманың оның математикалық күтімінің ауытқуы. Келесі, яғни X кездейсоқ шама және X математикалық күтім болса, жаңа кездейсоқ шама ретінде кездейсоқ шама алынған математикалық күтім айырымын қарастырамыз. Бұған берілген анықтама: кездейсоқ шама мен оның математикалық күтімінің айырмасы ауытқу деп аталады. Ауытқу мынандай тұрақты заңменен беріледі. Яғни тұрақты кездейсоқ шама мен математикалық күтімнің айырмасы бағана айтқанымыздай
алатын сәйкес келетін ықтималдықтар шамасына тұра келеді екен. Ықтималдықтар қабылдайтын ықтималдықтар шамасына сәйкес келеді екен. Ал теорема ауытқудың математикалық күтімі нөлге тең. Яғни кездейсоқ шама мен математик күтімнің айырмасы нөлге тең етіп теңестіру арқылы шығаруға болады. Ал келесі дисперсияның қасиеттері дейді. Тұрақты шаманың дисперсиясын нөлге тең. Келесі тұрақты көбейткіштердің дисперсиясы таңбасының алдында квадраттап шығаруға болады. Яғни таңбасының алдында квадраттап шығаруға болады. Келесі, егер кездейсоқ шамалардың тәуелсіз болса, онда қосындысының айырмасы қосындыларының не болмаса айырмаларының дисперсиясының қосындысына тең. Яғни айырмасы болса айырмасына тең, қосындысы болса айырмасы немесе қосындысы болса ол дисперсияларының қосындысына тең болады екен. Келесі орта квадраттық ауытқу. Кездейсоқ шаманың орта мәнінің маңайындағы мүмкін болатын мәндердің шашылуын бағалау үшін сипаттамалар қарастырады. Оған орта квадраттық ауытқуға жатады. Анықтама: X кездейсоқ шамасының орта квадраттық ауытқуы деп дисперсиясының квадрат түбірін айтамыз. Яғни квадрат түбірі. Дисперсияның квадрат түбірін айтамыз. Келесі кездейсоқ шамалар X, Y, Z бас әріптерімен, ал оның мәндері X, Y, Z кіші әріпімен белгіленеді. Мысалы, жаңа туған 100 сәбидің ішіндегі ер балалар саны кездейсоқ шама. Ол оның мүмкін мәндері 0, 1, 2 және 100 болу. 1, 2, 3, 4-тен бастап, яғни 100 баланың бала болу ықтималдығын алатын мәндері. Ал келесі зеңбіректен атылған снарядтың ұшу қашықтығы кездейсоқ шама болады. Бұл жағдайда осы шаманың мүмкін мәндерін қандай да бір альфа және бета аралықтарына алып жатады. Кездейсоқ шамалар бағана айтқанымыздан дискретті, үзілісті және үзіліссіз кездейсоқ шамалар болып екіге бөлінеді. Келесі екі тиынды лақтырып мысал. Келесі мысал: екі тиынды лақтырғанда сипыр жағының пайда болу саны X кездейсоқ шама. Оның үлестірілім заңы табу керек. Үлестірілім заңын бағана айтқанымыз. Ал кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері. Мәселен, екі тиынның екі беті де сипырмен түсуі мүмкін. Екі сипырдың бір беті түсуі мүмкін. Не болмаса, екі тиынның да сипыр беті түспеуі мүмкін. Яғни бұнда ықтималдығы бізге 4. Екі тиынның түспеу жағынан 4 түрлі ықтималдықты алуымыз болады. Түседі, түспейді, екі бет түседі, екеуінің біреуі түседі, біреуі түспейді және екеуі де түспейді деген сияқты 4-ке аламыз. Яғни мұнда 4-ке бөлсек, 2-ні 4-ке бөлсек 0,25, 1-ге бөлсек 0,5 және екінші тиынның да және бір беті түсуі мүмкін. Оны бөлсек 0,5, ал 0-ге 0,4-ті бөлсек 0, сан болмайды. Бұлардың өзара қосындысы
0,25, 0,5, 0,125 бұның қосындысы 1-ге тең болады екен. Яғни оның үлестірім заңы 1-ге тең. Келесі дискретті кездейсоқ шама. Мұнда үлестірім заңы берілген. Оның математикалық күтімін, дисперсиясын және орташа квадраттық ауытқуын табу керек. Үлестірім заңы берілген. Ал x 1 алғанда 0,2, 2 алғанда 0,5, 3 алғанда 0,3 дейді. Ал бұлардың математикалық күтімі, біріншісінің 1 көбейтілген 0,2 қосылған 2 көбейтілген 0,5 қосылған 3 көбейтілген 0,3, бұның шығысын 2,1. Ал теңіздің дисперсиясы 0,2 квадрат, мынаны квадраттаймыз x-ті. Ал келесінде x-ті квадраттаймыз 4 болады. Ал келесінде 3-ті квадраттаймыз 9, бұның шығысын 4,9. Ал енді бұның орташа квадраттық ауытқуы. Орташа квадраттық ауытқуы бағана дисперсиядан шығарып алдық. 0,9, 4,9 және дисперсиясы 2,1-дің квадраты. Бұдан шыққан шығын 0,49. Яғни бұның квадрат түбін алсақ 0,7. Бұның дисперсия орташа квадраттық ауытқуы 0,7. Ал келесі сіздерге берілетін үй жұмысы, яғни үй жұмыс дәптері нөмірі 22-ші үй жұмысы. Осы өткен тақырыпқа байланысты үй жұмыстары. Бұны сіздер Платонс бағдарламасына кері байланысты жіберу арқылы орындайсыздар. Ал келесі назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.